сәлеметсіңдер ме балақайлар? Бүгін балалар біз сөз деген тақырыпты жалғастырамыз және жол бағытындағы ерекше белгілермен танысамыз. Балалар, сендер жолдан өткенде қандай ережелерді сақтайсыңдар? Және жаяу жүргінші жол дегенімізді қалай түсінесіңдер? Оны қандай белгілері арқылы білуге болады? Кәні кім айтады? Жарайсыңдар балалар, бүгін сендер жол белгілері туралы біршама мәліметтерді де білетіндеріңді байқадым. Ал ендеше мен сендерге бір жұмбақ жасырғалы отырмын. Тыңдаймыз. Жасыл көзі жүр дейді, қызыл көзі тұр дейді, сары көзі дайын бол дейді. Балалар, осы жұмбақтың шешуін кәні кім айтады жауабын? Кәні 3 көзі бар, жасыл, қызыл, сары көзі бар. Иә, балалар, дұрыс айтасыңдар. Жұмбақтың жауабы бағдаршам. Керемет балалар. Бағдаршамды бәріміз танитын болармыз, балалар. Бағдаршам көшенің қиылыстарында жолдарды реттеу үшін қажет. Жол қиылыстарында бағдаршамды көргенсіңдер ма? Иә, бағдаршамның қанша көзі бар? Дұрыс айтасыңдар, 3 көзі бар. Қандай көздер бар екен? Жарайсыңдар балалар. Ал балалар, бағдаршам бізге не үшін қажет? Сол туралы қысқаша мәліметті тыңдаймыз. Бағдаршам бізге жол қиылыстарынан өтуге көмектеседі. Жаяу жүрушілердің жол апатынан сақтайды. Жолдан өтерде өте мұқият болу керек. Жолдан жүгіріп өтуге болмайды. Бағдаршамның 3 көзі 3 түрлі. Бағдаршам бар қиылыста адамдар өтетін ақ жолақтар болады. Оны байқаған шығарсыңдар жолда. Бағдаршамның қызыл көзі жанғанда көліктер не істейді балалар? Көліктер тоқтайды. Иә, дұрыс айтасыңдар. Ал ортадағы сары көзі жанса, көліктер дайындала бастайды. Ал жасыл көзі жанса, жол ашық, яғни көліктер жүре бастайды. Жол қиылысында аса абай болып, көшелерде, жолдарда доп ойнауға, шанамен сырғанауға, жүгіруге болмайды. Яғни алдағы уақытта жол ережесі туралы арнайы сабақтармен де танысатын боласыңдар. Мына суретке қараңдаршы балалар. Баланың қолында стоп деген жазуды байқап тұрмын. Стоп деген, яғни тоқта деген сөзді білдіреді балалар. Ағылшын тілінде де стоп, тоқта деп тұр. Қай кезде тоқтаймыз біз? Жарайсыңдар, қызыл көзі жанғанда біз міндетті түрде тоқтауымыз қажет. Ал жасыл көзі жанғанда жолың ашық, жүре бер деп бізге нұсқаулап көрсетіп тұр. Міне балалар, бағдаршам бізге өзінің ризашылығын білдіріп, рахмет айтқысы келіп тұр. Қараңдаршы бағдаршамға мұқият. Қызыл, сары, жасыл түстері. Риза бол, сендердің жауаптарыңа риза болып тұр балалар. Жарайсыңдар. Жолдан өткенде міндетті түрде ережені сақтаңдар. Ал бағдаршамға бізде өз құрметімізді көрсетіп, шапалақтап қойшы қаны. Жарайсыңдар балалар, өте керемет. Ал балалар, енді бүгін 5-ші сабаққа назар аударайық. Сөз. Балалар, өткен сабақты мұғаліммен бірге қайталаймыз. Және балалар, бүгінгі сабағымыз жол бағытындағы ерекше белгілер. Бірінші суретке бәріміз назар салайық. Бірінші суретке. Бірінші суреттер кейіпкердің атын кім деп қойсақ болады балалар? Асан деп қояйық. Қара. Асан. Не істеп тұр балалар Асан? Бағдаршамның 3 көзіне де қарай. Қай көзі жанып тұр деп ойлайсыңдар? Иә, дұрыс айтасыздар. Сары көзі жанып тұр. Сары көзі жанғанда Асан жолдан не істеуге дайын тұр балалар? Иә, өтуге дайын тұр. Тамаша. Бағдаршам. Және Асан қандай қоғамдық орынның алдында тұр деп ойлайсыңдар? Балалар, артындағы жерде қандай белгі бар бізге? Белгі көрсетіп тұр балалар. Осыған мұқият болыңдар. Қазір сол белгілермен танысатын боласыңдар. Ал енді екінші Асан жолдан өтіп, аялдамаға келді.
аялдамада не күтіп тұр? Иә, дұрыс айтасыңдар балалар. Аялдамада ол автобус күтіп тұр, балалар. Маша, енді аялдамада табы ерекше белгі тұр. Мұқият зер салып қарап қойыңдар, оғанда. Қазір өйткені сол сұрақтарға жауап беруіміз керек. Келесі суретке қараймыз. Келесі суретте Асан қайда кетіп бара жатыр? Яғни төбесіндегі ерекше белгіні байқадыңдар ма? Үлкен әріппен М деп жазып қойыпты балалар. М деген әріп метро, яғни жол асты өткелі. М деген үлкен әріппен жазылып тұратын болса, тік төртбұрыштың ішінде, яғни ол жерде метро бар, жол асты жолы бар деген сөз. Яғни Асан үшінші жолда жол асты жолынан өтіп, қайда барды? Қараңдаршы қана. Мектепке келді балалар. Мектеп деп жазылып тұр. Асан жол асты жолынан өтіп, мектепке келді. Міне балалар, біз осы жерде Асанның жүрген жолдарында бір ерекше белгілерді байқап отырдық. Сол белгілерді қазір атауымыз керек бірге. Келістік па? Ендеше кеттік. Ары қарап сабағымызды жалғастырайық. Ал балалар, бізден сұрап тұр міне. Сұрақ белгісін қараңдаршы. Бізге балалар жаңа сюжетті суреттерден қандай ерекше белгілерді байқадыңдар деп тұр. Біз Асан бағдаршамның алдында сары түс жанған кезде қай қоғамдық орынның алдында тұр деп ойлайсыңдар? Ерекше белгісі бар. Иә балалар, міне қараңдаршы, қызыл сызықпен тік төртбұрыштың ішінде дөңгелек сопақша сызылған және оның ішінде қосу белгісі бар қызыл түсті белгіні байқадық. Және қызыл түсті белгінің ішінде сол мекемеге қатысты суретті салып қойған. Енді ойланып отырамыз, келесі Асан екінші жол қайда барды? Аялдамаға барды. Аялдамада осы белгіні байқадыңдар ма сендер? Жарайсыңдар балалар, өте тамаша. Және Асан бағдаршамның қай түсі жанған кезде жүруге дайындалып тұрды? Иә, дұрыс айтасыңдар балалар, сары түсі жанғанда жүруге дайындалып тұрды. Асан мектепке немен келді? Қандай жолмен келді? Автобуспен келді ма? Жоқ. Жол асты өткелмен келді, яғни метромен. Тік төртбұрыштың ішінде үлкен М деген әріппен жазулы тұр. Жарайсыңдар балалар, ол Асан мектепке жол асты өткелмен келді. Ерекше жол белгілерін өздерің атап көріңдерші, өз ойларыңды айтыңдар. Және осы жол белгілерін сендер қай жерден көрдіңдер? Соған біраз әңгімелесіп алайық бір-бірімізбен. Жарайсыңдар балалар, мен сендердің әңгімелеріңді тыңдадым. Мұғалімдеріңе керемет жауап бердіңдер. Және достарыңмен өз ойларыңды бөлістіңдер деп ойлаймын. Ендеше жауабымызды бірге тексерейік. Балалар, жаңа біз көріп өткендей, осы белгі үлкен қызыл қосу белгісі бар сырты тік төртбұрыш болған ерекше белгіні алғашқы медициналық көмек көрсететін орын деп білеміз. Яғни сенде осы белгі тұрған жерде саған алғашқы медициналық көмек көрсететін орынның бар екенін түсінуге болады. Келесі. Жарайсыңдар балалар, бұны сендер күніге мектепке келе жатқанда және өзіміздің сүйікті үйірмелерімізге бара жатқанда аялдамадан көріп жүрсіңдер. Бұл аялдама, яғни автобустар мен троллейбустар жүретін орындарда осы белгіні қойып қояды. Яғни бұл аялдаманың белгісі. Жарайсыңдар балалар, сендер өте зерек екенсіңдер. Бүгін біз сендермен ерекше белгілермен таныстық. Ал балалар, алдағы уақытта және көптеген мынандай белгілермен танысатын боламыз.